Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңдер. Бүгін сендерге бауырсақ ертегісін айтып беремін. Видеоны соңына дейін қараңдар. Ертеде шал мен кемпір өмір сүріпті. Шал айтыпты: кемпірім, маған бауырсақ пісіріп бере қойшы, қарным ашты депті. Кемпірі жарайды деп, қалған ұнның барлығына бауырсақ пісіріпті. Бауырсақ сусын деп терезенің алдына қойып қойса, бауырсақ қашып кетіпті. Бауырсақ орманның ішінде келе жатса, алдынан қоян шығыпты. Қоян айтыпты: бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін депті. Бауырсақ: мені жемеші, саған өлең айтып беремін. Апамнан да қаштым, атамнан да қаштым, енді сенен де қашам деп қашып кетіпті. Бауырсақ орманның ішінде ойнап келе жатыпты. Сөйтсе, алдынан аю шығыпты. Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін депті. Бауырсақ: мені жемеші, саған өлең айтып берем депті. Апамнан да қаштым, атамнан да қаштым, қояннан да қаштым, енді сенен де қашып кетемін деп қашып кетіпті. Сөйтіп бауырсақтың алдынан қасқыр шығыпты. Бауырсақ, бауырсақ, сені жеймін депті. Бауырсақ: мені жемеші, саған өлең айтып беремін депті. Апамнан да қаштым, атамнан да қаштым, қояннан да қаштым, аюдан да қаштым, енді сенен де қашамын деп қашып кетіпті. Бауырсақ қасқырдан қашып келе жатса, алдынан түлкі шығыпты. Түлкі айтты: бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін депті. Бір кезде бауырсақ: түлкі, мені жемеші, саған өлең айтып берем депті. Апамнан да қаштым, атамнан да қаштым, қояннан да қаштым, аюдан да қаштым деп өлең айтып жатса, қу түлкі айтыпты: құлағым естімейді, мұрнымның үстіне шығып айта қойшы депті. Сөйтсе, аңға бауырсақ түлкінің мұрнына шығып өлең айта бастапты. Сөйтіп қу түлкі бауырсақты аф деп жеп қойыпты. Достар, ертегіміз осымен тәмам. Егер ертегі ұнаған болса, каналға жазылып лайк басып қой. Рахмет.